Еліміздің ең лас қалалары аталды. Украинаның экс-президенті Зеленскийге кеңес берді. Голливуд Қазақстанға санкция жариялайды ма? Толығырақ. Ел тынысы. Қазгидромет еліміздегі ең қатты ластанған қалалардың тізімін шығарды. Мамандар биылғы жылдың 1-7 наурыз аралығында еліміздің ірі қалаларындағы атмосфералық ауаның сапасын өлшеді. Осы кезеңде келесі көрсеткіштер тіркелген. Қарағанды қаласы көш бастады. Мұнда шекті рұқсат етілген нормалардан асып кетудің 809 жағдай тіркелді. Екінші қала Алматыда 367 жағдай тіркелген. Елордада шекті рұқсат етілген нормалардан асып кетудің 786 жағдай тіркеліп отыр. Атырауда 42, Жезқазған қаласында 178 жағдай тіркелді. Өскеменде шекті рұқсат етілген нормалардан асып кетудің 16 жағдай тіркелген. Шартарап. Украинаның бұрынғы президенті Виктор Янукович Владимир Зеленскийге қантөгісті тоқтатуға шақырды. Сізге кеңесші болып жүргендер көп екенін жақсы білемін, бірақ сіз қантөгісті тоқтатып, бейбіт келісімге келуге міндеттісіз. Бұл әрекетті Украина, Донбасс және Ресейде күтіп отыр. Ақылға келіп, осы істі соңына дейін жеткізсеңіз, Украин халқы мен батыстағы серіктестеріңіздің көңілін табасыз делінген экс-президенттің үндеуінде. Еске салайық, 7 наурызда Ресей-Украина келіссөздерінің 3 сағатқа созылған 3-ші раунды аяқталды. Әзірге жағдайды айтарлықтай жақсартатын нәтижелер жоқ. Дегенмен консультациялар жалғасады, деді Украина президенті кеңесшісі Михаил Подоляк твиттерде. Ресей делегациясының басшысы Владимир Мединский келіссөздер аяқталғаннан кейін Ресейдің тараптары орындалмады, бірақ байланыстар жалғасады деп мәлімдеді. Кино әлемі. Голливуд Қазақстанға қарсы санкция жариялаған жоқ. Бұл туралы ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы басқарма төрағасының орынбасары Бауыржан Шүкенов мәлімдеді. Яғни әлі ешкім ресми түрде қазақстандық кинотеатрларда голливудтық фильмдерді прокаттаудан бас тартпады. Дегенмен кинопарк желісінің неге жабылуы туралы шешім қабылданғанын білмеймін. Менің ойымша біз білмейтін шикілік бар, дейді Шүкенов. Ал өкілдер, өкінішке қарай Ресей арқылы жұмыс істейтін Голливудтың ірі компаниялары бізге кино ұсынудан бас тартып жатыр. 1 сәуірден бастап бізде көрсететін ештеңе жоқ. Сондықтан кинопарк Киноплекс компаниясы 1 сәуірден бастап белгісіз мерзімге дейін жабылуға мәжбүр болады деген болатын кинотеатрлар желісінің жетекшісі Алмаз Малдыбаев. Қаржы әлемі. Форекс нарығындағы доллар мен евроның рубльге қатысты бағамы құлдырады. Мәскеу уақытымен сағат 12:23 жағдай бойынша евро бағамы шамамен 20,4%-ға көтерілді. 1 евро 143,37 рубль. Доллар бағамы 27%-ға, 1 доллар 133 рубльге дейін көтерілген деп хабарлайды агенттік. Осыған орай елімізде ұлттық валютамыздың құнсызданып бара жатқанын аңғару қиын емес. Қанша жерден тәуелсіз бөлек мемлекет болсақ та, қарапайым халық теңге рубльге неге тәуелді екенін түсінбей әлек. Жағымды жаңалық, қуанышты хабарлар көп болсын. Тілдескенше.